Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз бұл жерде қазақ халқының тарихы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс ханның тарихы, оның жүріп өткен жолы және шежіресі жайлы айтатын боламыз. Өткен тақырыпта біз Шыңғыс ханның әкесі Жасағай Баһадүр және шешесі болған апа жайлы айтқан болатынбыз. Екеуі де қазақтың ру тайпаларынан. Мысалға, әкесі Жасағай Баһадүр қият бөртегін руынан, қазақтың қияттар. Ана бөтен сардан бастап қият рулары тарқатылып келеді. Ал шешесі болса Бұлғын апа қазақтың Қоңырат руынан. Яғни ешқандай олар халқа моңғол емес, тұңғыс манжур емес, таза өзіміздің қазақ ежелгі көшпелі түркілер екенін біліп танып отырмыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз ол Шыңғыс ханның арғы аталары Домбағұл Соқыр менен Табын Баян мерген жайлы айтатын боламыз. Олар қандай ру, қайдан шықты деген тақырыпты тарқататын боламыз. Яғни тарихи деректерде Домбағұл төре деп жазылады, Табын Баян төре деп жазылады. Жамиғат ат-Таурих, Атамәлік Жувейни кітаптарында. Яғни төре руын, бұл жерде төре руы қай жерде, мысалы, қайда аталады? Тарихи деректерде Жалайырдың 10 руы 9-10 ғасырларда Жалайырдың 10 руы аталады. Сол 10 руларының ішінде төре де аталып тұр. Мысалға, төре руы да. Мысалға, хан дейді, Тоқырауын дейді, Гүрген, Нылқан, Көмесауыт, Құмсауыт, Ойрат, Төлеңгіт төре, Жат тайпалары аталып отыр. Осы ішінде, осы Жалайырдың ішіндегі Төлеңгіт төре, мысалы, Ойрат, егер мысалға Төлеңгіт пен Ойраттарды алатын болсақ, Жалайырдың ішіндегі, олар анау Кемерово, Барнаул, Новосибир жақтарға көшіп кетіп, сол жерде мекендеп тұрақтап қалды, яғни Жалайырдан бөлініп. Егер тарихи деректерде қарасақ, Шыңғыс хан 1207 жылы баласы Жошыны, Ойраттарды, осы Төлеңгіттерді жаулап алуға жіберген кезде, олар өз еркіменен Жошыға қосылып, Шыңғыс хан Ойраттарға өзінің қызын берген. Яғни қарап отырсақ, ешқандай бөтен біреуге берген жоқ. Ол заманда Ойраттар түркі тілдес халықтар, ежелгі қазақ тілінде сөйлейтін халық болған. Кейін Ойраттар манжурлармен араласып кетті, Қытаймен араласып кетті, халқамен араласып кетті. Діндері өзгеріп кетті, ламаизм, буддизм, яғни Ойраттар өзінің несін жоғалтып, қазақилық салт дәстүрін, қазақилық менталитетін жоғалтып, яғни басқа неге ауысып кеткен ру болды, яғни бөлініп, қалмақ деп аталып кетті Ойраттар. Ойрат, Төлеңгіттер енді. Сонымен Жалайырдың ішінде төре деген ру Домбағұл және Табын Баян. Кейін мысалға Қатағы Бұқа төре деп жазылады, Бегұнытай төре деп жазылады, Бұғынытай төре деп жазылады, яғни оғанға дейін, немесе Бөтен сары төре деп жазылады. Яғни олар әлі оғанға шейін Жалайырдың төре ру екені болып келді де, кейін олардың сандары көбейіп, мысалы Бөтен сарыдан қияттар тарап, өте көп руға халық саны көбейіп, өте көп үлкен руға айналды. Саржұғыттар, мысалға, Найман құрамындағы Саржомарт өзінше бір ру болып кәдімгідей, қатағандар кәдімгідей тіпті көбейіп өз алдына. Бірақ та олар осы Жалайырға қатысты ру екенін біз көріп отырмыз. Яғни жалпы Домбағұл кесенесі бар. Жезқазған, қазіргі Ұлытау облысы. Сол жерде сол Домбағұл кесенесінің жанында
Алашахан кесенесі дейді, ол яғни Шыңғысханға қойылған кесене. Шыңғысхан жерленбесе де осы Шыңғысханға қойылған кесене, яғни Шыңғысхан өзінің арғы атасы, бабасы Домбағұлдың жанына жерленгенін көріп отырмыз. Жошы хан да, яғни қарап отырсақ, санау Домбағұлдан бастап Шыңғысханға шейін, Шыңғысханнан бастап ана Кенесарыға шейін Шыңғысханның шежіресі, ата бабаларының тарихы, аттары аталып, түстері, рулары, бәріктері анықталып отыр. Яғни соныменен қарап отырсақ, анау Домбағұлдан бастап ешқандай болар халқа моңғол емес, немесе Қытай манжур емес, өзіміздің қазақтың руы, тайпасы екенін көріп отырмыз. Егер қарап отырсақ, мысалға көптеген қияттар да, көптеген мынау Қатаған, Саржығыт, Жетірулар да мына Жалайырға қатысы бар ру екенін біз көріп отырмыз. Сол себепті қазақ халқында Жалайырды ноқтаға дейді, бүкіл қазақ халқының ноқтағасы дейді мысалға. Яғни қияттардың көбісі Жалайырға қатысты мысалға. Ноқтаға деп сол себепті Жалайырларды айтып отыр. Жалайырлардың негізі Шыңғысхан жанындағы тарихта да Жалайырлардың рөлі өте көп. Көптеген қолбасшылар Жалайырдан шыққан. Мысалға Шыңғысханның ең жақын көмекшісі, уәзірі болған кісі, әйгілі бақсы, көкеш бақсы батырларың Жалайырдан болды деп атайды мысалға. Сұлу келіндерің Меркіттен болды деп сөйтіп өзі бір сөзінде айтылған кезде, яғни Жалайырларды, батырлар Жалайырлардан болған екен. Жалпы Жалайырлар ол кезде өте саны көп халық болды Шыңғысхан заманында, бірақ та тарихи себептермен, мысалы Құбылаймен көптеген Жалайырлар Қытайға кетті, Құлағу ханменен көптеген Жалайырлар Иран, Сирия, Азербайжан сол жақтарға кетіп қалды. Яғни Қырым, Еділ бойына, Еділ жайық, Қырым, Дон өзендерінің бойына Жалайырлар көшіп кетті. Сол себепті мына Қазақстан аумағында Жалайырдың саны өте азайып қалды. Енді жалпы алғанда қазіргі кезде сонда бір 3 тайпасы қалып қалған тәрізді. Ол Шуманақ, Сырманақ және Бірманақ деп аталады. Яғни олар қай ру екенін білмедік мысалға. Хан ба, Тоқырауын ба, жоқ Құмсауыт па, жоқ Көмесот па, және Шыңғысханның төрелері қалып отыр. Қазақ халқының құрамында Қазақстанда. Абылай Жалайырлар өте көп саны басқа елдерге көшіп кеткен. Жақсы, сонымен қош сау болып тұрыңыздар. Келесі кездескенше.